Абай Құнанбайұлы бірінші қара сөзі. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жылыстық, айтыстық, тартыстық, әуежілікті көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік. Қаждық, жалықтық, қылып жүрген ісіміздің баянсын, байлаусызын көрдік. Бәрі қошлық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып не қылып өткізерміз? Соны білмей өзімде қайранмын. Ел бағу жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не албыртқан? Көңілі толмаған жастар бағымын демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу жоқ. Балалар өздеріне керегінше өздері бағар. Енді қалған өмірімді қызығын түгел көре алмайтұғын ұры, залым, келімсектердің азығын бақып беремін деп, қалған өмірімді қорқылар жайым жоқ. Ғылым бағу жоқ. Ғылым бағарға да ғылым сөзін сөйлесер де адам жоқ. Елсіз күнсізде кездемені жайып салып, қолына кезін алып отырғанның не пайдасы бар? Мұңдасып, шер тарғытсар адам болмаған соң, ғылым бір өзі тез қартатығын бір күйік. Софылық қылып дін бағу? Жоқ, ол да болмайды. Оған да тыныштық керек. Не көңілде, не көрген күнінде тыныштық жоқ. Осы елде, осы жерде не қылған софылық? Балаларды бағу? Жоқ, бағар едім. Қалайша бағудың мәнісін де білмеймін. Не бол деп бағам? Қай елге қосайын? Қай харекетке қосайын? Балаларымның өзі де ілгері өмірінің, білімнің пайдасын тыныштықпенен көрерлік орын тапқаным жоқ. Қайда бар? Не қыл дерімді біле алмай отырмын. Не бол деп бағам? Оны да ермек қыла алмадым. Ақыры ойладым. Осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағазбен қара сияны қолға алайын. Кімде-кім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын, я оқсын, керек жоқ десе, өз сөзім, өзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ.